Қайырлы күн оқушылар, ықтималдылықтың классикалық анықтамасы 9 сынып алгебра 31-1, 31-10, А және В деңгейінің тапсырмаларын шығаратын боламыз. Ең бастапқыға теорияны жазып алайық. А оқиғасының ықтималдылығы деп тең мүмкіндік жағдайында М қолайлы нәтижелер санының N жалпы нәтижелер санына қатынасын айтады. Мысалға, біз кез келген бір оқиғаға ат береміз. Мысалға, А оқиғасының ықтималдығы десек, П жақшаның ішінде А деп белгіленеді. А оқиғасының ықтималдығы дегеніміз ПА М бөлінген N. Мұндағы М қолайлы нәтижелер саны, N жалпы нәтижелер саны формуласымен есептелінеді. Бізде ықтималдылықтың қасиеттері бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дәптерлеріңізге жазып, қарап жаттап алсаңыздар болады. Және бізде салыстырмалы жиілігі бар. Екеуінің формуласы екеуі бір-біріне ұқсас, сондықтан біз оны П деп те белгілей аламыз. Екеуінің формуласы бірдей, П М бөлінген N. Кеттік ендеше бірінші есеп. Ойын сүйегін лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдылығын табыңдар. Бірінші, екі санның түсуі. Ойын сүйегін біз білеміз, оның 6 жағы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде барлық мүмкін жағдайлары 6, N тең 6 деп белгілейміз. Бізде екі санның түсуі деп тұр. Екі саны тек қана бізде бір-ақ рет кездеседі. Ол екі рет екі түсуі мүмкін емес. Сондықтан бізде М тең 1 болады. Формулаға қоятын болсақ, М бөлінген N тең 1 бөлінген 6. Екіншісі, бір немесе екі санның түсуі. M'іміз бізде 2, N тең 6, 2 бөлінген 6, 1 бөлінген 3. Үшіншісі, 4 немесе 6 санның түсуі. М тең 2, N тең 6, 2 бөлінген 6, 1 бөлінген 3. Төртіншісі, жұп санының түсуі. Жұп сандар бізде 2, 4, 6. M'іміз 3-ке тең, N-іміз тең 6-ға, 3 бөлінген 6, 1 бөлінген 2. Келесі есеп 31-2. Қорапшада 2 ақ, 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған шардың 1 ақ, 2 қызыл, 3-ші жасыл болу ықтималдылығын табыңдар. Берілгенін жазып алайық. Ең бірінші ақтың шығу ықтималдылығы, бізде ақ 2, ал бізде барлығы 7. M'іміз тең 2-ге, N-іміз тең 7-ге. 2 бөлінген 7. Қызыл шардың шығуы. Қызылымыз тең 5-ке, M'іміз тең 5-ке, N-іміз тең 7-ге, 5 бөлінген 7. Жасыл шардың шығуы. Жасыл шардың шығу мүмкіндігі жоқ, бізде жасыл шар жоқ қой. Сондықтан бізде M'іміз тең 0-ге, N-іміз тең 6-ға, 0 бөлінген 6 тең 0-ге болады. Ә жағдайым, қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес, көк болу ықтималдылығын табыңдар дейді. Біріншісі қызыл шығуы. М бөлінген N, қызылымыз бізде 4, 4 бөлінген 11. 4 барлық N дегеніміз барлығы, 4 қосылған 7, 11 болады. Екінші ақ емес болса, бізде қызыл немесе көк, екеуі шығуы мүмкін. Қызыл мен көкті қосамыз, 4 қосылған 7 бөлінген 11, 11 бөлінген 11 тең 1-ке тең. Үшіншісі көк шығуының ықтималдылығы. Көк бізде 7 бөлінген 11. Үшінші есеп тәжірибе ойын сүйегі лақтырылды. А, В және С оқиғаларын қарастырайық. А ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді. В ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең. С ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді дейді. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс, жауаптарыңды түсіндіріңдер дейді. Енді біз кезек-кезек сол теңдіктердің дұрыстығын тексеріп қарастырайық. Ең біріншісі бізде ПА тең 1-ге деп тұр. Амызды қарайық. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді дейді. Бізде ойын сүйегінде өзі бары 6 сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оның еш қайсысы 12-ге бөлінбейді. Бізде 12-ге бөлінетін сан жоқ. Сондықтан бізде М тең 0 болады. N тең 6-ға болады. П ықтималдығын табатын болсақ, 0 бөлінген 6 тең 0-ге тең.
Ал бізде беріп тұрған P, A тең 1 дегеніміз, значит дұрыс емес. Бұл жауап бізге келмейді. Екіншісін қарастырайық. P, A тең 0-ге тең дейді. Біз тура алдыңғымыз ғой, M тең 0-ге, N тең 6-ға 0. Екіншіміз бізде дұрыс. Үшіншісі PS тең 0,5 дейді. S-ті қарайық. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді дейді. 2-ге бөлінетін бізде 2, 4, 6, 3 сан бар, M тең 3 дейміз, N тең 6 дейміз. 3 бөлінген 6, 1 бөлінген 2, 0,5. PS тең 0,5 дегеніміз бізде дұрыс екен, PV сызықша тең 5 бөлінген 6 дейді. Егер үстінде сызықша тұратын болса, ол дегеніміз V-ға қарама қарсы деген сөз. V-мызды оқиық. Ойын сүйенің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең дейді. Ал егер бізге үстінде сызықшасы болса, значит 2-ге тең емес деген теорияны қарастыратын боламыз. 2-ге тең емес болса, 2 шықпау керек, қалғанның барлығы шығу керек. 1, 3, 4, 5, 6. Бізде 5 сан бар, M тең 5 дейміз, ал N-міз тең 6-ға, P 5 бөлінген 6. Значит, PV сызықша тең 5 бөлінген 6-мыз дұрыс деген сөз. Келесі PV 1 бөлінген 6. V-мыз ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең дейді. 2-ге тең болатын 6 мүмкіндіктен бізде біреу ғана. M тең 1, N тең 6, P 1 бөлінген 6. PV 1 бөлінген 6 дегеніміз 1-ге, яғни дұрыс екен. Келесі есепке кеттік. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 6 оқушы қанағаттандырылық деген бағаға оқиды. Ал 2 оқушының үлгерімі төмен. Сыныптан кездейсоқ таңдап алынған оқушының үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болуының ықтималдығын табыңдар дейді. Берілген жазбалайық, бізге ықтималдылықта өте жақсы немесе жақсы оқушының ықтималдығын табуымыз керек. Ол үшін ортақ ықтималдықты табу үшін бірінші өте жақсының ықтималдылығына жақсының ықтималдылығын екеуін қосып аламыз, екеуі екі түрлі оқиға, біреуі А оқиғасы деп алайық, екіншісін В оқиғасы деп алайық. Бізде өте жақсы оқушымыз 5, барлығы 25 бөлінген 25, жақсы оқушымыз 12, 12 бөлінген 25. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, 17 бөлінген 25 шығады. Екіншісі 25 билеттің ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезекпен 1 билеттен алады. Бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдылығын табыңдар дейді. Яғни барлығы бізде 25, M тең 5, N тең 25, 5 бөлінген 25, екеуі қысқартамыз, 1 бөлінген 5 деген жауап шығады. Бесіншісі ойын сүйегі лақтырылды дейді. 3 немесе 5 санының түсуі тура алдыңғы есеп бар емес пе, соған ұқсайды. M-міз тең 2-ге, N тең 6-ға, 2 бөлінген 6, 1-ден 3. Екіншісі 6 немесе 5 санының түсуі дейді. N тең 2, N тең 6, 2 бөлінген 6 тең 1-ден 3. Үшіншісі 7 санның түсу ықтималдылығы. Бізде 7 деген сан жоқ қой, ол түсе алмайды ғой. M-міз тең 0-ге, N-міз тең 6-ға, 0 бөлінген 6 тең 0-ге тең болады. В деңгейінің есептеріне келдік. 6-шы есеп 2 ойын сүйегі лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болуының ықтималдылығын табыңдар дейді. Енді біз мүмкін мәндерін тауып алайық. Бізде ең үлкен ретінде 6 мен 6 немесе 6 санның кез келген түсуі мүмкін, Біріншісінде де 6 санның кез келген түсуі мүмкін, екіншісінде де 6 санның кез келген түсуі мүмкін. Мысалға, 1 мен 4 түссе, ол уже 4 шығады, 6 мен 6 түссе, 36 шығады, 5 пен 6 шықса, 30 шығады. Сондықтан бізде ең мүмкін мәндер жиыны бізде 36. 6 мен 6 шықты. Ал енді бізге 5 шығуы. Егер екеуінің көбейтіндісі 5-ке тең болу үшін, бізге 1 мен 5 шығу керек. Екеуінің көбейтіндісі 5-ке тең. Осы 2 сан шығуымыз керек, M-міз тең 2, N-міз тең 36, 2 бөлінген 36 тең 1 бөлінген 18.
Жетінші есеп 1 тиын 2 рет лақтырылды. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар дейді. Так, барлығы бізде мысалға тиын лақтырылды. 2 рет лақтырылды. Оның барлық түсу ықтималдығын табайық. Біріншісі елтаңба сан, сан елтаңба, елтаңба елтаңба, сан сан. Осылай 4 түрлі мүмкін түсуі. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуі, елтаңба сан, сан елтаңба, елтаңба елтаңба. Егер түсу мүмкіндіктері 3. Бізде m бөлінген n, 3 бөлінген 4 деген жауап шығады. Екіншісі 3 тиын лақтырылды, 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар дейді. 2 рет елтаңба дегеніміз елтаңба сан елтаңба, елтаңба елтаңба сан, сан елтаңба елтаңба. m тең 3. Ал бізде барлық мүмкіні n-нің 3 дәрежесі тең 8. 8 мүмкіндігі бар. 3 бөлінген 8 болады. Келесі есебіміз емтиханға 1-ден 25-ге дейін нөмірленген билеттер дайындалған. Бір оқушының кездейсоқ алған билетінің нөмірі 1 таңбалы сан болуы. 1-ден 9-ға дейін ғана бізде 1 таңбалы сандар. m-міз тең 9-ға, n-міз тең 25-ге. p-a тең 9 бөлінген 25 болады. 2 таңбалы сан болуының ықтималдығын табыңдар дейді. 2 таңбалы сандар 10 мен 25-тің аралығында ғана арасында 16 сан бар. m тең 16, n тең 25, 16 бөлінген 25. Келесі есеп. Кездейсоқ 2 таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдығын табыңыз дейді. Алынған сан 0 мен аяқталады дейді. 2 таңбалы сан бізде 10 мен 99-дың аралығында 10 мен 99-дың аралығында 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. m-міз тең 9-ға, n-міз тең 90-ға, 9 бөлінген 90, 1 бөлінген 10 деген жауап шығады. Екінші, алынған сан бірдей цифрлардан құралған. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 деген сандарды біз ала аламыз. m-міз тең 9-ға, n-міз тең 90-ға. 9 бөлінген 90, 1 бөлінген 10 деген жауап шығады. Үшіншісі, алынған сан 27-ден артық, 49, 46-дан кем дейді. Значит, 28 бен 45-тің аралығындағы сандар. Екеуінің ортасында m тең 18, n тең 90. 18 бөлінген 90 бізде 1 бөлінген 5 болады. Төртіншісі, алынған сан бүтін санның квадраты. Егер мысалғы біз 4-тен бастап алдық, неліктен 1-ді, 2-ні, 3-ті алмады десеңіздер, 2-нің квадраты 4-ге тең, 3-тің квадраты 9-ға тең, 1-дің квадраты 1-ге тең. Олар бізде 1 таңбалы сандар, ал бізге 2 таңбалы сандар керек. 4-тің квадраты 16, 25, 36, 49, осылай 9-ның квадратына дейін бізде 6 сан бар, m-міз 6, 6 бөлінген 90, 1 бөлінген 15. Келесі есебіміз. Төменде берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін табыңдар. Басында атап өткеніміздей, жиілік пен ықтималдықтың екеуінің формулалары бір-біріне ұқсас болып келеді. Сондықтан біз оны ықтималдық ретінде, по ретінде жазсақ та болады. Мен даусым тамағым жота ақыры шығыпты, кешіріңіздер. Сатып алынған 5 билеттің біреуі ұтыс дейді. Яғни m тең 1, n тең 5. 1 бөлінген 5, 0,2. Екіншісі 100 лотереялық билеттің 4-еуі ұтыс болуы. Яғни 4 бөлінген 100, 0,4. Үшіншісі 20 атылған оқтың 6-ауы нысанаға тиді. m тең 6, n тең 20. 6 бөлінген 20, 3 бөлінген 10, 0,3. 30 күннің ішінде 12 күні ашық. m тең 12, n тең 30. 12 бөлінген 30, қысқартамыз 4 бөлінген 10, 0,4. Осымен біздің есептердің барлығы аяқталды. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі кездескенше.